Армысыздар, құрметті көрермендер, саламатсыздар ма оқырмандар мен тыңдармандар. Эфирде Замана ток-шоуы. Жүргізуші мен Елсерік, бүгінгі тақырып астаналық журналистиканың келбеті. Бүгінгі кейіпкерлеріміз журналист, саясаттанушы Қуандық Шамақай. Қош келдіңіз. Саясаттанушы Ғазизат Имақова. Қошемет сізге. Әрбір елдің астанасы сол елдің жүрегі болып табылатындығы сөзсіз, ал енді сол жүректің көзі, құлағы, ауызы астаналық журналистика. Қазақстанның жаңа астаналық журналистикасы қалыптасты ма, есейді ме? Бүгінгі мәселе, бүгінгі тақырып осы төңірегінде болмақ. Ол үшін әуелі ой қоздырғы ретінде сюжетті көріп алайық. Қазақстан астанасының жаңа қонысқа орын аударуы елдің бұқаралық ақпарат құралдарының бір бөлігінде бірге қоныс аударуға мәжбүр етті. Облыс орталығы болып табылған Ақмолада бақ өнімдерінің 90% орыс тілінде болатын. Рафаэл Мырза сол кездегі беделді Цесна ТРК телеарнасына 1996 жылы арнайы шақыртумен келген. Оның айтуынша бірде-бір арнаның тілі қазақша шықпаған болатын. Тіпті қазақша жарнама беру дәстүрі болмаған. Келген күннен бастап намысты қолдан бермеуге тырысқан Рафаэл аға бастаған топ алғаш қазақ тілінде хабарлар дайындап, көлемді көрсетімдерді жарық дүниеге шығарған. Ақмоланың Астана болатынына сенімді журналистиканың майталманы болашақ елорданы насихаттайтын «Хроника столицы жизни» деген бағдарламаны жүргізген. Сол кезде дүрілдеп тұрған Цесна ТРК арнасы бүгінгі Астана телеарнасы болып қайта құрылды. Мен келгенде қазақша бір ауыз сөз арнадан айтылмайды. Тек облыс арнада жаңалық қана береді. Біз бір-екі ғана арна бол жүргізген журналистер. Одан басқа шей жоқ. Сол қазақшаның арқасында екі рет тұтып алдық. Анау Астана көшкен Астана қалай өзі қалыпқа келді, біз қалай іргетасымызды 10 жылдың ішінде бір ғасыр кеткен жасадық. Ол үлкен дәреже емес пе? Елдің бас газеті Қазақ баспасөзінің қара шаңырағы Егемен Қазақстан газеті де ұлы дүбірден қалмай 1999 жылы жаңа Астанада байрақ көтеруі бүгінде тарихтың еншісі. Келер жылы 90 жылдығын тойлағалы отырған беделді газет осы жылдың ақпанында 25 мыңыншы нөмірін шығарған. Яғни 25 мың рет оқырманмен тілдескен. Ең алғаш Алматыдан келген екі вагон журналистер қауымын Астананың қақаған аязымен ұйтқан бораны беттерін шымшылап қарсы алған екен. Астананы аяздың нышаны санайтын алматылық журналистер Ақмолаға сап түсеген Ғабит Мүсірепов бастаған алғашқы әріптестеріне аяқтары тоңып қалмасын деп сыйлыққа қара пима тарту еткен күле еске алады. Біздің қай-қайсымызға болса да елестейтін бұл жақ қақаған суық, аяз керемет деп, әрі символика, әрі әзіл журналистік ағайындардың арасындағы жаңағы бір эпизодтар, штихтар іздейді ғой, соның бір несі үшеуіне 3 пима қолдан ұстатып жібердік. Нағызында сол жылдар қыс қатты болған осында. Ол кезде облыс орталығы болып тұрған Астананың жағдайы мәз емес еді. Жылу бірде бар, бірде жоқ. Сол кезде көңілінде жылуы, бойында жылуын сақтаған жаңа қара пима туралы кезінде өзіміздің ұжымда әр кезде айтып тұрамыз. Қуандық мырза, айтсаңыз, жалпы астаналық журналистиканың қалыптасуына қанша мерзім керек? 10 жыл жеткілікті ме? Қалай ойлайсыз? Енді бұл қалыптасу мерзім деген келетін болсақ, бұны өзі уақытпен, жылмен өлшеу әрине дұрыс шығар. Дегенмен бұл Астананың енді Алматыдан бері ауысқаннан бергі уақытында енді 10 жыл өтті дейтін болсақ, енді бұрын бұл Ақмоланың базасында жергілікті басылымдар болды, газеттер болды. Енді бұл провинциялық журналистикадан жаңағы астаналық журналистикаға көшудің өзі бұл өте күрделі ауыр процесс. Бірақ дегенмен өткен 10 жылға қарайтын болсақ, бұнда журналистиканың жақсы ұжымы қалыптасқан, бірнеше сондай жаңа газет басылымдар шыққанын көріп отырмыз. Енді қазақ тіліндегісін айтсақ, мысалы биылғы жылдың еншісінің өзінде Айқара газеті бұл Қазақстан журналистикасындағы бір жаңа тың құбылыс деп айтуға болады. Өйткені себебі апталық газеттердің кішкене бағытын өзгертіп, оны сараптамалық жаңағы енді топтастырған ақпараттарды жекелеген тақырыптарға бөліп көрсету осындай бағытымен
шығарылып отырған бір ізденіс деп санауға болады. Яғни журналистиканың қалыптасуы оның әлеуетіне байланысты дейсіз ғой. Бір ғана жылдың ішінде Айқара газеті танытылып көрді дейсіз бе? Ол енді былай алғаш жасалған қадам. Ал сол сияқты енді Нұр Астана газетін енді қалыптасып келе жатқанын айтуға болады. Сол сияқты жергілікті телеарналар, астаналық арналар, мысалы Астананың енді мына Эра арнасы, басқасы. Бұның бәрі өзінің енді бұл жұмыс деңгейінде бұл ешбір потенциал жағынан Алматыдан кеміспейтіндігін бұл көрсетіп келе жатқан осындай игі шара. Жалпы бұл қалыптасу даму кезеңде мен өз басым жылмен өлшемес едім. Жақсы. Ғазизат ханым, айтсаңыз, жалпы астаналық журналистикаға қандай талаптар қойылуы мүмкін? Өзге өңірлермен салыстырғанда? Жалпы қоғамда журналистиканың алдындағы басты талап ол объективтілік және әділеттілікке деген сенімді қалыптастыру ғой, негізгі талаптар қойылатын. Ал Астана журналистикасының алдында одан да үлкен, одан да жоғары талаптар қойылып тұр. Ол деген осы объективтілікті дәл тиісті кезінде, уақыт өтіп кеткеннен кейін емес, мобильді түрде өте жылдам, тез ақпарат түсе салысыменен соның объективті көзқарасын қалыптастыру деген және объективті өзінің көзқарасын беру деген ол өте үлкен жауапкершілік деп айтар едім. Өйткені шын мәнінде журналистер олар бесаспап емес қой. Бұл жалпы талап қой. Ал астаналық журналистика қандай талаптар? Астаналық журналистикаларға осының ішінде осы объективті көзқарасты олар өте жылдам жеткізу керек. Себебі Астана дегеніміз біз үшін қазір экономиканың локомотиві, біздің ұлттық идеяның бір мықты тұғыры болып отырған заманда біздің журналистер өздерінің адалдылығыменен, әділеттілігіменен халықты алдыға қарай бастауы керек. Сондықтан да халықтың қоғамда деген өзінің халықтың өзінің болашағына деген сенімін нығайтуы керек, бекітуі керек. Қоғамды негізінен қалыптастырып, қоғамдағы азаматтық қоғамдағы әр адамның өзінің жеке тұлғаның орнын бекіту керек. Бұның барлығындағы журналистердің рөлі олардың жауапкершілігінің жоғары болуына және аса білікті болуына итермелейді дер едім. Жақсы. Егер де осы талаптарды біз қазір орындап отырсақ, онда астаналық журналистика қалыптасты деп ойлаймыз ғой. Осы жағынан қарағанда қуандық. Қалай ойлайсыз? Қалыптасты ма? Сол жеделдік мәселесі ол көп талаптардың бірі. Негізі одан да қойылатын көптеген ұстанымдар бар, талаптар бар. Әртүрлі тіпті журналистің өзінің позициялық проблемалары бар. Бұл тұрғыдан келгенде Астанада белгілі деңгейде енді Алматымен бүгінгі таңда бәсекеге түсетіндей сондай мүмкіндік тағы да туып қалыптасып келе жатыр. Жалғыз енді біздегі жетіспей тұрған мәселе мына күнделікті газет деген дүние бізде бүгінгі таңда жоқ. Бұл жаңағы ақпаратты жедел жеткізуге үлкен кедергісін келтіреді. Бірақ апталық газеттер өзінің жеке-жеке сол өңімен, бояуымен шығып келе жатқан осындай жағдай бар. Мысалға, Ел газетін алатын болсақ, ол апта сайын шығып тұрғанымен белгілі деңгейде сол аптадағы жаңалықтың таң дүниелерді беруге жаңағы ұмтылуы, соған бір белгілі деңгейде бір жаңа із қалдыруға тырысуы бұл біздің Астанадағы жаңа журналистиканың қалыптасып келе жатқандығын көрсетеді. Сонымен қалыптасты ма астаналық журналистика? Астана журналистикасы өз деңгейінде қалыптасты деп айтуға толық болады. Ал бірақ Алматымен zonda шығатын баспасөзбен бәсекеге түсу туралы әңгіме болса, ол басқа әңгіме. Жақсы. Ғазизат ханым, қалай ойлайсыз? Астаналық журналистика қалыптасты ма? Мегаполис Алматымен салыстырғанда қаншалықты? Жоқ, мен Алматыменен әрине ішкі бәсекелестікті көтермелеу үшін және де журналистердің өзі бәсекелестігін ынталандыру үшін Алматымен салыстыру қажет те шығар. Бірақ менің ойымша Астана елімнің айбыны болса, Алматы елімнің әлеуеті әлі де. Сондықтан да менің ойымша Астананың журналистері өздеріне басқа бір бағытты алу керек. Былайынша айтқанда басқа бір нишаны, бос кеңістікте өздерінің орнығу керек деп ойлаймын. Сондықтан да Алматының қандай деп ойлайсыз? Мысалы, Астана журналистикасы ол Алматыда егерде шын мәнінде мәдени шаралар, тарихи шаралар, шын мәнінде ол жердегі творчестволық элитаның қалғаны, шын мәнінде ол даусыз мәселе. Сондықтан да менің ойымша қазір Астананы әлемдік деңгейге көтеруге ұмтылу керек. Астананың журналистері әлемдік деңгейге көтеру үшін олар жаһандану заманындағы қазақтың өзінің ой нақыштарыменен, ою өрнектеріменен, өзіне тән менталитетіменен жаһандану экономикасына кіруге ұмтылу барысындағы қиындықтарға мамандану керек деп ойлаймын. Менің ойымша дәп осы мамандану қазір жетіспей тұрған сияқты, өйткені Астана журналистикасында қазірше сіз айтып отырғандай жаңағы кешеуілдеп қалып жатқан апталық оперативтілік қой.
апталық мысалы мерзімдік басылымдар бар, олардың мамандануы басқа болу керек, олар талдаулық, ақпараттық, негізгі аналитикалық материалдарға құрылу керек дағы. Ал күнделікті шығып тұрған мысалы Астана хабары болатын болса, ол тіпті күн сайын міне түскен хабарды, сағат 7-дегі хабарды ертеңгісін халық қолына алып оқу және де сол оқу арқылы ол өзіне бір көзқарас қалыптаса алатындай оқу керек деп ойлаймын. Жақсы, Қуандық мырза, жалпы астаналық журналистика қандай деңгейде? Бұқаралық ақпарат құралы деңгейінде ме, әлде бұқаралық насихат құралы деңгейінде ме? Астаналық журналистиканы ол бұқаралық ақпарат құралы деп қарастыруға толық мүмкіндік бар. Бізде мысалы газеттер, журналдар, басқа да шығып жатқан енді интернет журналистика белгілі деңгейде де бұнда көтеріліп отыр. Мысалы ақпараттық агенттіктер, мысалы енді Астана дауыс ақпараттық агенттігін алатын болсақ та, немесе яғни инфрақұрылымдар құрылған дейсіз ғой? Ол барлығы бар, бірақ жаңағы көп талаптар журналистикада кейде сол мазмұнды жүзеге асыратын дүние, кейде материалдық база бұл өте қажетті шешуші рөл атқарады. Оның сыртында жаңағы маман кәсібилендіру деген мәселе. Кәсіби тұрғыдан келетін болса, біздің журналистердің кәсіби деңгейін енді көп жағдайда төмен деп айтуға келмейді, бірақ оған кедергі келтіретін көптеген факторлар бар. Мысалы, біздің ресми ақпарат тарату жүйесіндегі біздің биліктің кейде мысалы ақпарат беруге сараңдығы, немесе журналистердің ақпарат алу жолындағы үлкен кедергілер, жаңағы сөз бостандығының белгілі деңгейде шектелетіндігі. Осының бәрін енді былай құқықтық жағынан, экономикалық жағынан, бұл моральдық, әлеуметтік барлық жағынан қамтамасыз ету бұл кешенді үлкен шараны қажет етеді. Сонда бұл тек қана бұқаралық ақпарат құралының өзінің күшімен емес, бұған жанама түрде жаңағы қоғамдық саяси ахуалдың сөз жоқ ықпал ететіндігін тағы да естен шығармауымыз керек сияқты. Жақсы. Ғазизат ханым, қалай ойлайсыз? Жаңағы сауалға. Астаналық журналистика бұқаралық ақпарат құралы деңгейінде ме, әлде насихат құралы деңгейінде ме? Қазіргі жағдайда. Бұқаралық ақпарат құралы ретінде толықтай қалыптасты деп айтуға негіз бар деп ойлаймын. Және шын мәнінде кәсіби бұқаралық құралы ретінде деп айтуға болады. Ал бірақ та насихат ретінде, бұқаралық насихат құралы ретінде қазір біз жаһандану заманында тағы да қайтып оралайын, себебі бұл бізде өте өзекті мәселе қазіргі кезде. Қазақ өзіне тән менталитетін сақтап қала алады ма? Басқа мәдени өктемдіктердің негізінде біз қазір басқа елге еліктеп, өзіміз еліктегіш халықпыз, сонымен еліктеп басқа өзімізді сақтап қала аламыз ба, қала алмаймыз ба? Осындай рухани, қазіргі кездегі рухани мәдениетті, рухани ақпаратты қамтамасыз ететін қазіргі кездегі журналистер болғандықтан, менің ойымша қазір осы тұрғыдан осы сіздерде де ғой, сізде журналистика болғандықтан, мүлде астаналық журналистерге қаржыландыру жағы жетіспейтін сияқты. Жақсы, ол жағына келеміз. Мен жаңағы сауалды көпшілікке қойғым келіп тұр. Жалпы біздің астаналық журналистика қандай деңгейде? Бұқаралық ақпарат құралы деңгейінде ме, әлде билікті бір жақты насихаттау құралы деңгейінде қалып қойған жоқпыз ба деген сауал туындап тұр. Кімде қандай ой бар? Енді журналист болмағанмен, бірақ мынау оқырман ретінде бізде мысалы осы ақпарат құралдардың жақсы болғанын қалаймыз. Мен күнделікті мысалы 5-10 газет оқымасам көңілім көншімейді. Бірақ осы жерде мынау кішкене әт деген айлар бар. Мынау әлгі соңғы кезде газеттер, журналдар өте әрлі, сәнді болып шығып жатыр. Мынау біздің егемен Қазақстан, мынау қара шаңырақ дейміз ғой. Мен соның әлгі әрленуіне көңілім жетпейді, толмайды. Өйткені мынау Қазақстанская правда қандай әдемі болып шығады, түрлі түсті болып шығады. Тіптен Байтерек деген журнал шығарып жатыр. Ал біздің міне қара шаңырақ егемен Қазақстан сол журнал шығармақ түгіл өздерінің газеттерін әрлей алмай отыр. Мен соған таңғаламын. Мазмұнына... Ал мазмұны жағынан әрине, мазмұны жағынан жаман емес. Бірақ таралымы неге біздің егемен Қазақстанның аз? Өйткені оның көркемдік жағы... Жақсы, біз оған келеміз. Рахмет сізге. Рахмет. Кімде қандай ой бар? Қуандық Шамақайұлы өз сөзін айтып өтті, астаналық журналистика қалыптасты деп. Мен бұл пікірмен мүлдем келіспеймін. Қалыптасты деп айтуға әлі ерте. Мен мысалы өзім Алматыдан келген журналист ретінде алматылық және астаналық журналистиканы рас басында салыстыратынмын. Қазір мен бұл тақырыпты мүлдем жауып қойғам. Бұл жерде астаналық журналистика әлі аяғын тай басқан сәби сияқты. Мен айтар едім, енді көңілдеріне келмесін әріптестерімнің, мен осы жерге әдейі келіп отырмын. Біздің қазақ тілді журналистердің енді момындығы қойдан да жуас. Біздің журналистика бұқаралық ақпарат құралы емес қазіргі таңда. Ол жергілікті билікті, министрліктерде өтіп жатқан, анау баспасөз қызметі таратқан пресс-релиздерді, мен неге баспасөз парағы демеймін, өйткені пресс-релиздер, оның бәрі орыс тілінде таратылады. Біздің журналистер тек соны аударумен шұғылданады.
жаңа оқырман қазақша сұрап ала алмайды дейсіз ғой. қазақша қайдан сұрайды? Міне қараңыз. Қаржы министрлігінің мен жеке сайтын шығарып келіп отырмын әдейі. 24 сәуір күні соңғы рет жаңартылған қазақ тіліндегі материал. Енді осы дәл осы министрліктің орыс тіліндегі бетін қарасаңыз, міне, ырза боласыз да? Орыс тілінде. Барлық ақпарат орыс тілінде ғой. 22 майда тұр. Уақытылы жаңғыртылады. Индустрия және сауда министрлігі. Соңғы рет 11 март күні наурыз күні қазақ тілінде шыққан, ал орыс тіліндегісін қараңыз. Кешегі датамен жүр. Яғни Айжан, біз қоғамға талап қоя алмаймыз ба, билікке талап қоя алмаймыз ба? журналистика билікке талап қоя алмайды. Астаналық журналистика қазір тек орысшадан қазақшаға аударумен шұғылдануда. Аудармамен Ол айналысып кетті. тек делдалдық қызметтер көрсетуде. Маған как журналист ретінде осы жағына келгенде кішкене өкпем бар, өйткені біздің журналистер өздерінің заңды құқықтарын білмейді. Мына Қуандық Шамахайұлы отыр, Евразия ұлттық университетінде қанша студенттер дайындалып жатыр. Мен айтар едім, ең болмаса соларға бір жеке дәрістер неге берілмейді? Журналистика туралы заң, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң және журналистиканың этикасы туралы қосымша дәрістер берілсе деген ойым бар. Мына жерде жаңа айтып жатырсыздар ғой, Астана журналистикасы деп. Жалпы мен айтар едім, тәуелсіз Қазақстанның журналистикасы қалыптасты ма деп. Өйткені себебі өте қызық сұрақ. Біз бәріміз айтып жатырмыз, ойбай бізде мынау жоқ, мынау. Әрине, біз Астана не Алматы деп бөлінудің қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Себебі қазақ журналистикасының, таза қазақ журналистикасының қалыптасуы осы Алматыда Қазақстанның астанасының өзгеруіне байланысты қалыптасып жатқан сияқты маған. Себебі 98 жылдан бастап Алматыдан басты газеттер Егемен Қазақстан, жаңа айтылған Казахстанский правда, көптеген газеттер осында өзім куәмін, осында көшіп келгеніне. Жалпы бұл біздің тәуелсіз еліміздің журналистикасының алғашқы қадамы осы Астанадан басталды деп айтамын. Сондықтан жаңағы сұрақ кішкене бір ыңғайсыздау сияқты. Жаңа айтып жатыр ғой, әрине Алматының журналистикасы Шымкенттің, Астананың деп бөлудің қажеті жоқ шығар. Ал енді болса да бөліп алғаннан кейін әрине Астана болғасын, бас қала болғасын, басқаға бас болатындай, үлгі болатындай болсын деп айтып жатыр ғой, дұрыс. Және жалпы Астанаға әр өңірдің жаңағы сен тұр мен атайын деген журналистер жиналған негізі бұл жерде. Бірақ біз бір нәрсеге көңіл бөлуіміз керек. Кез келген редакцияда, газет болсын, телеарна болсын, ол жерде бас редактор деген, продюсер деген, телеарнаның бастығы деген бар да. Міне соларға негізінен көңіл аударылу керек. Қарапайым қаймана мынау журналистер ол бастығынан асып кете алмайды. Ол жаңа жалпы журналистикалық инфрақұрылымның нәтижесі дейсің ғой. Иә, сондықтан қанша журналист жігерлі болғанымен оның жігерін құм қылатын ол бас редактор мен бастықтар. Сондықтан Астанадағы журналистиканың үнінің шықпай жатқаны сондықтан болар. Біз сол жағынан. Жоғарыда апамыз атап өтті, Евразия ұлттық университетінде журналист этикасы бақ туралы заң неге өтілмейді дейді. Бұл сұрақты менің ойымша Қуандық Шамахайұлына қоюдың қажетшілігі жоқ. Өйткені бұл кісі осы мәселені студенттердің құқығы жалпы заң туралы көп ретте жазып, осы өзекті мәселеге арқау етіп жүрген мамандардың бірі деп есептеймін. Бұны білім министрлігіне қою керек. Мемлекеттік тапсырыста, яғни білім беру стандарттарында бізде ол пәндер жүргізіледі. Яғни бақ туралы заң, басқа да заңдардың түрлері, құқық бізге білім министрлігінен келеді. Бірақ бізде оған жауап беретін, студенттерді толық білім нәрімен сусындыратын құқық заңдарын қорғайтын бізде мамандар жоқ. Яғни бізде 50% артығы филолог мамандар, а олар бізге ешқандай заң туралы, этика туралы бере алмайды. Ғазизат ханым айтқандай, жалпы журналистиканың тереңдеп жанр бойынша дамуына осы студент жауап беріп өтті деймін. Жалпы астаналық журналистика, меніңше, өзім журналист ретінде пікір айтатын болсам, өзге елдің, өзге өңірінен бір айырмашылығы бар. Оның себебі неге көтеріп отырмыз біз? Біріншіден, Астанамызға 10 жыл толып отыр. Сонымен қатар астаналық журналистикаға да 10 жыл толып отыр. Әрине, біз билікпен қоян-қолтық жұмыс жасауымыз керек. Оның халықпен екі ортадағы біз көпіріміз. Сондықтан бұл жерде меніңше шамалы айырмашылық болады. Қорытынды сөзі айтуға мүмкіндік бере отырып, мен сіздерге рахмет айтқым келіп отыр. Мағынасыз ақпаратты халықтың құлағын бұрап тұрып санасына сіңгеннен тек қана мәңгүрт ұрпақ қана тәрбиеленеді. Ал енді ол ұрпақ бізге өзінікін қорғай білетін ұрпақ болмайды. Бізге батыр ұрпақ, батыл ұрпақ керек болашаққа. Сондықтан да менің ойымша қорқақ және жалтақ журналистер оны істей алмайтын болғандықтан журналистердің өзіндік бір ішкі өлшемі болу керек. Журналистер қазіргі кезде Астананың журналистері өздерінің өлшем бірліктерін, өлшем шектеулерін жоғарылату керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Мен бұл жерде өте дұрыс. Мен бұл жерде Мәди сияқты журналистерді жуас деп айта алмаймын. Енді бұл жерде мынандай мәселе айтуға болады. Өзі журналистиканы негізі жалтақ деп жатыр, қорқақ деп жатыр.
бұны тек қана журналистикаға жабудың қажеті жоқ. Бұл бүкіл қоғам біздің жалпы өміріміз қалай болса, соның айнасы солай болады. Сондықтан бұл қоғаммен байланыстырған дұрыс шығар. Оның сыртында жаңағы бақ туралы заң деген әңгіме айтылып жатыр. Негізі көп елдер бар ғой. Мына бақ туралы заңсыз өмір сүре алады. Өмір сүріп жатқан елдер бар. Сондықтан бізге бақ туралы заң керек емес негізі. Шын мәнінде бізге сөз бостандығын қорғау туралы заң егер де қабылданса, онда біздің журналистика тіпті жаңаша қырынан дамушы еді. Жақсы. Көп нәрсе кедергі болып жатыр. Бізде біліксіздік бар, жаңағы қоғамды танымау, білмеушілік бар, жалтақтықта ол бар шығар. Бірақ соның бәріне жаңағы қандай механизм кедергі келтіріп отыр. Соған кедергі келтірген кім деген мәселені қарастыруымыз керек та. Содан кейін журналистер даярлау туралы мәселе шықты. Бұл журналистер даярлауда көптеген проблема бар. Бұл басқа әңгіменің тақырыбы. Ал бірақ бұл жерде ең басты мәселе еш нәрсе жоқ емес. Барлығы бізде бар, қалыптасып жатыр, бірақ бұл барлығына жетіп қойды деген сөз емес. Оның сыртында жаңағы еліктеу деген мәселеге келетін болсақ, мысалы Жапон журналистикасы батыстың журналистикасын көшіріп соған еліктеу арқылы бүгін сол батыстың өзінен озып кетіп отыр. Өзі қалыптасты дейсіз ғой. Ол қалыптаспақ түгілі қазір бүкіл әлемде Жапон журналистикасы үлгі. Ол үлгіні қалыптасты. Сондықтан одан үйренуден, еліктеуден біз негізі қашпауымыз керек. Егер де біз BBC-ге неге еліктемеміз керек, CNN-ге неге еліктемейміз мысалы. Ендеше сол сияқты енді Жапонның мысалын Асахи сияқты газетін неге шығармаймыз. Сондықтан біз жақсыға еліктеу керек те, жақсысын алу керек деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет. Осы соғылған қолжабалақ сізге қошемет деп ескере отырып, мен сіздерме қазір рахмет айтамын. Оның алдында бір сюжетті көріп алуды ұсынамын. Астана жұртшылығының бүгінде ең сүйіп көретін телеарналары мен ең сүйіп оқитын газет журналдары қандай екен? Осы тұрғыда бірқатар адамдармен тілдесіп көрген едік. Менің сүйікті каналым бұл Хабар және де Астана каналдары. Себебі бұл каналдарда көптеген дебат күйінде, көптеген бағдарламалар ашылған. Сол себепті жас адамдардың, мысалы, жасөспірімдердің пікір, ой таластарын білдіреді. РТВ-ні көрем. Басқа? Астана. Газет журналдар? Караван, инфоцесс. Хабарды тыңдаймын, Қазақстанды тыңдаймын, Астананы да тыңдаймын, бәрін тыңдаймын. Газет журналдарды? Газет журналдарды оқуға, знаете, қиындық, оны сатып алуға мен ақшам азғантай. Қазақстан. Олар несімен қызықты сізге? Әртүрлі бағдарламалар бар ғой, программалар бар. Газет журналдардан қандай оқисыз? Газет журналдарды? Иә. Қарағанды. Газет журналдан Қазправда, Экспресс. Несімен қызықты? Енді бәрі сол жаңалықтар. Астана, Хабар, РТВ, местный инфоцесс. Астана хабары. Олар несімен қызықтырады сізді? Әңгімелері жақсы. Негізі барлық каналдар жақсы көреміз тыңдағанды. Бірақтан енді өзімен айтты, енді Қазақстан хабарды үнемі үзбей тыңдап отырамын, жақсы көремін. Олар несімен қызықты сізге? Олардың таңғы жаңалықтар әсіресе. Хабар и Астана. Несімен қызықты олар сізге? Как қазақша. Ведущий мне нравится, вообще как интересно ведут программу. Российские каналы. Российские? Я смотрю только российские. Неге қазақша не көрмейсіздер? Қазақша маған вообще қазір ұнамайды. Себебі? Себебі ничего интересного нет, ничего нового, одно и то же. Қазақстанды қараймын, амал жоқ. А вообще өте нашар. Рахат болсын, Қазақстан болсын, хабар тем более нормальный ештеңе де көрсетпейді. Ана Ресейден бір кішкентай пример алсақ. Қысы концерт болса, түнде ғана. 5-те, 2-де, 3-те адамдар жұмыстан келіп құлаған кезде біздің Қазақстанның концерті болады. Неге сонша біздің қазақты унижать етеді? Это позор. Қазақстан телеарнасы Хабар. Қазіргі кезде көптеген жаңа передачалар шығып жатыр. Көбінесе мысалға жасөспірімдерге арналған көбінесе. Одан кейін жаңалықтар күнделікті беріледі. Газет журналдар оқисыз ба? Газет журналдар, қазір біз студентпіз негізі, и оқуға уақытымыз онша жетпейді, шынымды айтсам. Кезекті қақырмандарымыздың аты жөндерін елімізге тағы да таныстыра өтейік. Астанадан шығатын жекеменшік ел газетінің бас директоры, журналист Қойшыбай Құтжанұлы Есентаев мырза. Қош келдіңіз. Оған қарсы отырған Астана қаласының халықаралық баспасөз орталығының директоры Айжан Қуанышбайқызы Жұмабаева ханым. Қош келдіңіздер. Ал енді әлгінде сюжеттен көрдік қой, Айжан айтыңызшы, астаналық телерадионың жағым жақтарын, жалпы, жағым жақтарынан бастайық. Енді мен
Бірақ астаналық дегенде эра телеарнасынан басқа өз телеарнада жоқ, қалған Астанамен екеуі, иә? Мен айтар едім, бұл астаналық телеарна дегенде өзде жалғыз эра қалады. Аха. Енді эра қазір Астананың тыныс тіршілігін беріп отырған жалғыз бір электронды бұқаралық ақпарат құралы болып саналады менің ойымша. Қазіргі кез келген бағдарламасын көрсеңіз де, жаңалықтарын көрсеңіз де, бұл Астананы мынау алақаныңызға салған сияқты беріп отқан енді жалғыз. Сіз бізде қонақта отырғасын мақтайын деп отқан жоқсыз ба? Мен айтар едім, қазір Астанада өтіп отқан жаңалықты біз қайдан көре аламыз? Жалғыз эра, мен ол жерде сіздерді қонақта отырғасын мақтайын деп отқан жоқпын. Бұған дейін рас Цесна Азия болды, оның алдында телеканал Астана ретінде жұмыс істеген кезінде де кішкене Астана насихаттау болған. Қазір ол кісілерді кішкене основной сюжет республикалық ауқымға кетесіз ғой. Негізгі сюжеттерінің денісін жаңағы ұлттық компаниялар насихаттауға кірді. Енді әрине ол қазаншының еркі бар, қайдан құлақ шығарса дегенге сияқты. Эра дегеніңіз ол жалғыз канал ғой, республикалық жергілікті бюджеттен ақша алып отырған. Ол сондықтан бюджет үшін ол өз жұмыс істеп отыр. Ол телеканал Астанаға келсеңіз соған кетеді. Қазақстан ол республика облыстарды алған кезінде ол Астанаға көп жаңалықтарға қалмайды. Сондықтан айтар едім, астаналық телеарна ол жалғыз эра ғана қалды. Рахмет. Рахмет. Енді Айжанның бір сөзін түзеткім келіп тұр. Біз енді толығымен жергілікті бюджеттің есебінен күн көріп жатқан жоқпыз. Республикалық бюджет бар ешен. Анда-санда алатын нелер біздің немізді әрине шығынымыз жаппайды. Дегенмен де біздің қалалық жалғыз телеарна екеніміз рас. Ал енді Қойшеке айтсаңыз өзі, қандай пікіріңіз бар осы айтылған пікірге? Теле радио жөнінде, радиомызды дамытпайықшы? Жалпы бүгінгі таңда қазақ баспасөзінің даму деңгейі көтерілуін жаңа біздің көрермендер айтылған қаладағы пікірмен айтып өтті. Сол пікірге байланысты қалай бағалауға болады? Жалпы бүгінгі таңда бізде бұқаралық ақпарат құралдарының сұранысы бар ма? Оқырмандарымыз болсын, көрермендеріміз болсын, шын пейіл, шын көңілмен қарай ма деген мәселеге оңтайлы. Біз қазір соған келеміз. Соған қажет сияқты. Жалпы бүгінгі таңда біздің баспасөз бұқаралық ақпарат құралдарының ең басты кемшілігі бүгінгі таңдағы. Жоқ, жағымдылығын айтайықшы, біз телерадионы айтыңызшы. Телерадионың ішінен мен мысалға қайдам, өзім бұрынғы телевидение осыдан 15 жыл бұрын шыққан екен, мен өзім телевизионщикпін негізі мамандығым. Көрермен ретінде қазіргі таңда жаңағы мен Айжанның айтқанына қосылам. Жалпы Астананың нағыз жаңалықтарын шұғыл беретін, мысалға ана жерде өрт болып қалса да, қиын жағдай болып қалса, су басып кетсе, ол шынында эра ТВ. Бұл жаңа мақтағанымыз емес, бүгінгі таңдағы шұғылдығы жағынан кішкене алдай жатыр. Ал енді Астананың бұқаралық ақпарат құралдары ретінде эра ТВ мен Астана ТВ ғой. Екеуі ғана бүгін біз көреміз. Ал енді Қазақстанда айтады, хабарда айтады, рахатта көрсетеді, 31-ші канал арнада көрсетеді. Дегенмен ішіндегі ең басымдығын осы екі каналға береді. Жарайды, бәріміздің де демейікші. Осы жерде отырған азаматтардың жартысында машина бар шығар, радио тыңдаймыз ау деймін. Радио жөнінде не айтуға болады? Астана радиосы. Қазақ радиосына қарасты Астана радиосы, енді Астананың бүкіл жаңалығын беріп отыр. 104-те 1. Иә, Астана радиосы ғой. Астана радиосы, өйткені себебі шынында жолда жүргенде, мынау тығында тұрған кезде көбінесе Астана радиосын тыңдаймыз. Шын айтқанда, бұрынғы алғашқы кезбен салыстырған кезде, қазір Астана радиосының ұжымының қызметі өсті. Журналистердің сөйлеу қабілеті, ақпаратты жеткізу қабілеті, мына бүгінгі заманауи уақытына байланысты олар өзін мысалға тез шұғыл түрде беретін болып, кішкене тілдік жағынан болсын. Ең бастысы меніңше техникалық жағы жақсы сияқты, өте анық. Техникалық жағы енді Астанада болғаннан кейін солай шығар. Мен Астанадан 60 шақырым шыққаннан естілмей қалды. Жоқ, әрине ол тек қана Астана төңірегінде естіледі. Сондықтан оны Астаналық деп айтамын. Ал өзіміздің шалқарымыз қалай? Мысалға Астанада мен тыңдай алмаймын. Өте төмен. Қазақстан. Шалқарды шын айту керек, техникалық жағы өте төмен. Астана болғаннан кейін. Жарайды, газетке ауысайықшы. Жағымды жағын айтайықшы.